Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай творог қосылған пирогтың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен салқын сары майды үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Қант қосамыз және де електен өткізіп ұн қосамыз. Бір жұмыртқаның сарысын салып, соңынан уксус пен соданы қосып, тура видеодағыдай қамыр болғанша араластырып аламыз. Начинкасын дайындап аламыз. Творогқа қант, менде мұнда бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның ағы, осыны қосып блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, осы тестаның жартысын салып аламыз да, жан жағын кішкене көтеріп, ортасына творогты салып шығамыз. Тестамыздың қалған жарты бөлігін бетіне сеуіп, 180 градуста шамамен 40-45 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда өте көптеген рецепттер болады.